Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен бірге өте оңай жасалатын блинчикке дайындайтын боламыз. Ол үшін біздің ыдысымызға 2 жұмыртқамызды шағып, басында венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Одан соң біздің жұмыртқамыздың үстіне қант қосамыз. Біздің алдын ала еленген ұнымыздың 1/3 бөлігін қосып араластырамыз. Одан соң жылы сүтіміздің 1/3 бөлігін қосамыз. Дәл солай кезекпе-кезек біздің ұнымыз бен сүтімізді қосып отырамыз. Біздің қамырымыз осындай мүлдем қамақ болмауы қажет. Одан соң қайнап тұрған суымызды 3-ке бөліп отырып, осылай жай-жайдан қосып араластырып отырамыз. Одан кейін біздің осылай сұйық майымызды қосып араластырып аламыз. Бізде осындай сұйық масса пайда болуы қажет. Біздің табамызды жақсылап қыздырып алып, майлап шығамыз. Одан соң біздің қызып тұрған табамыздың үстіне блинчигімізді құямыз да, осылай екі жағын әдемілеп сары алтын түстес етіп пісіріп аламыз. Егер сіздерге рецепт ұнаса, міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын.